Hoş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlar bir ayelden 4 narsasına qarab uylanadi. Samat. 4 narsaga qarab. Birincisi sululuğu. İkincisi tektiligi, yani aka-şişesine qarab. Üçüncüsü baylığı, akesine qarab. Dördüncüsü imandılığı dedi. Biz bunu bir 1000 degan sanмен tushunadigan bo'lsak, 0'ning birincisi ademligi, ikincisi tektiligi, üçüncüsü baylığı. İman bizde mangizda bir bo'ladi. Bir de alып tasizlar hech qanday bizga foydasi bo'lmaydi. Qanday masala? Biz bir qizni imandılığı uchun alатын bo'lsak, iki dunyoda baxtga kelamiz. Eğer sululuğu uchun aldık, aradan 15 yıl o'tdi. Sululuğu kalmadı. Sonda biz uylangan maqsad to'xtab qoldi. Sonda mana alıngan jarga talaq berilib, boshqa bir jar alыну kerakmi? Bu bir. Baylık. Uylangandan keyin ol qizning baylığı sizga nasib bo'lmadi, akesi bermedi. Ol masalada ketib qoldi. Tektiligi. Tektilikning mangizligi islom dinida bulay keltiriladi. Nekemen tug'ilganlarning barlig'i tekti bo'ladi. Tushundingizmi? Nekemen tug'ilganlar bizde tekti bo'lib hisoblanadi. Sonuň uchun bu shart bo'lmaydi. Biz erkekler nemese bizning qizlarimiz ayildir. Dua qilgan vaqtda uylanganda olay dua qilinadi. Allohim mаған salihali jar nasib et, nemese salih jar nasib et. Eğer ayel erkek üçün dua qilib жатқан болса, отбасын бағатын, менің көңіліме қарайтын, Құдайдан қорқатын, құл ақысын білетін бір жар насip et деп. Еркек те әйел де осылай дұға қылады. Неге біз әдемі болсын деп дұға қылмаймыз? Бәрібір кездесуге шығатын кезде біз нәпсімізбен шығамыз кездесуге. Сүйретін көреміз, әдемі емес екен дейміз, кездесуге шықпай қоя саламыз. Сүйретін көреміз, әдемі екен дейміз, кездесуге шыға саламыз. Соның үшін әдемілік бізде дұға болып сұралмайды. Дұғада сол адамның ішкі табиғатының сұлулығы сұралады. Құдайдан қорқатын болса бір құл. Құдайдан қорса абылай. Кімнің кімге пайдасы бар? Біріншісі, Құдайдан қорққан бір адам әйелін ұрмайды. Құдайдан қорққан біреу аманатқа қиянат жасамайды. Қыз болсын, еркек болсын. Құдайдан қорққан бір әйел баласына ислами тәрбие беруге тырысады, ғайбат айтпайды. Құдайдан қорққан еркек отбасын бағуға, отбасының, әйелінің, бала-шағасының тұрақты түрде күнделікті нәпақасын табуға тырысады. Қазір мысалы үйленейін деп жатқан болатын болсақ, біздің істейтін дұғамыз, қадірменді жамағат, Аллахым бізге өзіңнен қорқатын, өзіңнің бұйрықтарыңа амал ететін, және де сенің салған, қойған тыйымдарыңнан ұзақ тұратын бір жар насip етеміз. Болды. Қалған Аллах тағала бізге шығарып қояды. Егер істей алсақ. Ал истихара деген мәселе бар. Истихара деген не? Бізге екі текті отбасының, екі жақсы отбасының қызы көрсетілді. Екеуден де, мысалы біз ойладық, қария қыз болсын дедік. Екі отбасыдағы да қыз қария. Әдеміден келген болсын дедік, екі отбасыдағы да қыз әдемі. Енді біз қайсысын таңдауды білмей қалдық. Бұл уақытта истихара деген намаз оқылады. Яғни, екі жақсының қайсысын таңдауым керек деп Аллах тағалаға біз не қыламыз? Сәжде қыламыз. Аллахым дейміз, 2 рәкат намазымызды оқимыз, маған хайырлысын түсімді көрсет дейміз. Ұйықтаймыз. Аллах тағала біздің түсінетіміз бір белгі жібереді. Пәленші немесе түгенші дейді. Біз сол белгіден өзіміз не қыламыз? Бір болжаймыз. Олай болса мен түс көрдім, мынандай мәселе болды, мына маған хайырлы. Сол секілді екі жұмыс бар. Екі түрлі бизнес. Біреуінде ұн сатып жатырмыз, біреуінде мақта сатып жатырмыз. Қайсысын істеймін? Екеуіне бірде ақша салсам, ақшам жетпейді. Біреуіне салсам, қайсысына салуымды білмей жатырмын толығымен. Истихара намазымызды оқимыз, 2 рәкат. Аллах тағаладан дұға қыламыз. Аллахым, түсімде маған қайсысының хайырлы екенін көрсет дейміз. Түсімізде бізге бір белгі беріледі. Тұрамыз да мақта немесе онды істеп кете береміз. Бұл біздегі үйленудегі таңдау жасай алмай қалған тағдырдағы мәселеміз болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахаба-ы кирамнан сұрады.
Үйлендің ба деді. Яғни атастырылдың ба деді. Атастырылдым деді. Көріп алдың ба дегенде, жоқ, көріп алмадым деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Унзур илайха» деп бұйырды. Кездесілетін уақытта әйел адамды көр деді. Сіздерге бір менің басымнан өткен, яғни сөйлесіп өткен бір оқиғаны айтып берейік. Мехруллах деген Афғанстанның бір жігіті бар еді. Университетте оқып жүрген уақытта. Үйлену, отбасы құру деген тақырыптарда ислами тұрғыдан талқылап отырған уақытта сендердің үйленулерің мен біздің үйленуіміз екі түрлі деді Афған жігіт. Қалай сонда деді. Бізде бір жігіт үйлену үшін Қазақстанның ақшасымен қысаптағанда 5 миллион теңгесі нақты тұру керек деді. Қалың мал. Екінші, қызбен кездесу деген біздің ұғымымызда жоқ деді. Мен үйленем деп айтамын. Анам және әпкелерім, жеңгелерім келін іздеуге шығады. Кімнің күйеуге тиетін қыздары бар. Екі үй болса, екі үйдің есігі тақылдап кіреді. Бой жеткен қыздарыңыз бар ма? Бар. Көрсек бола ма? Болады. Әйелдер көреді. Қызды көреді. Болды, осын біз көрдік, баламызға айтайық. Үйге барады қайтып. Жаңағы бала тұрған жерде. Көріп қыз бар ма? Бар. Мына адам анасының, әпкесінің, қарындасының түсіндіргені бойынша ол сол қызды бүйтіп елестетеді. Барған қызымыз ұзын бойлы екен, келбеті келіскен екен, сөзі мынандай екен, мінезі мынандай екен, ақ екен, қара екен дейді. Сонда бала бол, мына мен алам дейді. Тағы кездестірілмейді. Екеуін атастырады екен. Бір-бірін әлі көрген жоқ. Неке қиылады. Неке қиылғаннан кейін екеуі өзінің арнайы бөлмесіне кіргеннен бұрын айнамен екеуіне бір-біріне көрсетеді деген. Суретте көрсетілмейді арада. Айнаны бүйтіп қояды, мынау сенің күйеуің, мынау сенің әйелің. Ішке келгенде адасып қалма дейді. Қараңыздар да, ислам дінінде бүйтіп қиындату деген жоқ, қадірлі жамағат. Әйелді некеге дейін көрмей. Пайғамбарымыз не деп бұйырды? Унзур илайха. Унзур, қара. Илайха. Ха, әйелге қара. Қай әйелге? Сен бір әйелмен үйленгің келіп тұр ма? Вариант шықты ма? Шақырасында мына әйелге қарайсың. Ұнады ма саған бет әлпеті? Ұнады. Енді отырып сөйлесесің. Сіздің атыңыз кім? Не ұнайды? Сіз үшін ислам діні деген не? Мен болашақта әке шешеммен тұрамын. Әке шешеме қызмет етесіз ба? Балдарымызға тәрбие беруге боласыз ба? Менің шарттарым былай. Маған күйеуге тисеңіз, орамал тағасыз, Құдайдан қорқасыз, бірге намаз оқуыңыз керек. Біз ертең бірге отбасы болып жатса, мен дүниеде емес, ақыретте де өзіме жар болатын бір қыз іздеп жүрмін деген сияқты тақырып айтылады. Түсінді ма? Ислам дінінде кездесу деген бар, бірақ шарты. Қыз, әйел адамның кездесу келген қыз баланың жанында махрамы болады. Махрам дегеніміз Ниса сүресінің 23-ші аятында, Алихан, кімнің кімге махрам екені айтылып қойған. Махрам дегеніміз сол қыздың әпкесі болуы мүмкін, ағасы, інісі, осылардың барлығы махрам болып есептелінеді. Қызбен бірге келу керек. Мынау көрініс еді, ол үй түсіндірейін жігіттер. Қызбен бала кездесуге шығу керек. Бала келді, ресторанда отыр. Қыз да келді. Қыздың махрамының, бала мен қыздың, кездесіп қыздың столында отыру шарт емес. Жанында отырса болады, ұзақта да отырса болады. Бірақ мәселе екеуі көрініп тұру керек. Егер қыз бен ол үйленуден бұрын үйде кездесетін болса, есік ашық тұру керек. Екеуінің не істеп жатқанынан естіп тұратындай деңгейде ана жерде адам отыру керек. Неге? Исламның шарты осы. Үйлену ниетімен бір бала 3 рет 4 рет, бір қызда 4 рет 5 рет кездессе бола береді. Бұл жерде ешқандай бір шектеу жоқ. Түсінді ма? Бірақ үйлену ниетімен кездесу керек. Бір қызды көрейін, жоқ. Біздің дінімізде бір еркек қызбен қай уақытта сөйлеседі, үйлену ниеті болған уақытта сөйлеседі, және де қыздың бір махрам болады. Түсінді ма?